Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, шайға керемет үйлесетін осындай жасалуы ерекше плетенкалар жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен апара дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүтті, ашытқыны, 2 қасық қант және 4-5 қасық ұнды қосып араластырамыз. Бұл жерде ұн мен қантты мен общий массадан алған болатынмын. Араластырып алғаннан кейін апараның бетін жауып, шамамен 20-30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Сол кезде біздің апарамыз көтеріліп, ары қарай пайдалануға өте ыңғайлы болады. Ал егер апара көтерілмеген жағдайда, бұны ары қарай пайдаланбай басқа апара жасаған жөн. Сол кезде біздің қамырымыз өте керемет болып шығады. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай дәл осылай көтерілу керек апарамыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Енді осы апараға біздің қалған қантымызды, бір жұмыртқаны және ерген сары майды қосып, барлығын бір келкі болғанға дейін венчикпен араластырып аламыз. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк, комментарий қалдырып, маған қолдау көрсете отырыңыздар. Және алдағы уақытта шығатын видеоларды бірінші болып көру үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыз. Және соңында ұнды 2-3 бөлікпен қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен венчикпен араластырамыз және кейін қолымызбен қамырды илей отырып, осылай столдың үстіне қойып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнды көп қосып жібермеңіздер, яғни берілген мөлшерден кішкене азырақ болуы да мүмкін, не болмаса кішкене көбірек болуы мүмкін. Яғни бұл жерде қамырдың консистенциясына қарайсыздар, осындай жұмсақ, қолға кішкене ғана жабысып тұру керек. Кейін осы қамырдың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілу үшін қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қант пен корицаны осылай араластырып алдым және арахисті блендерден өткізіп алған болатынмын. Бұл жерде арахистің орнына грецкий орех қоссаңыздар да өте дәмді болады. Арахисті қосып, барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді осыны коврикке орналастырамыз және екі жағынан ұн себе отырып, 4 бұрышты қамыр жайып шығамыз. Байқасаңыздар, қамыр пайдалануға өте ыңғайлы, қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, өте жақсы жайылады. Менің каналымда бұдан бөлек көптеген тәттілердің, выпечкалардың және тағамдардың, сондай-ақ ұнды өнімдердің рецепті ұсынылған. Описание бөлімде ссылкасын қалдыратын боламын. Өзіңізге қажетті, өзіңізге ұнайтын рецепт табасыз деген сенімдемін. Сондықтан міндетті түрде кіріп көріңіздер. Қамырды қатты жұқа да емес, қатты да емес, осындай орташа қалыңдықта жайып алдық. Енді оның үстіне ерітілген сары майды жағып шығамыз. Майды толығымен жағып алғаннан кейін алдын ала осылай дайындап қойған салмамызды қасықпен сеуіп шығамыз, барлық жеріне бірдей етіп, тек шеткі жақтарына кішкене аздау қоссаңыздар болады. Және үстінен қолымызбен басып шығамыз, себебі біз өру барысында, қазір қамырды өру барысында қант шашырап кетпеу керек. Сол үшін кішкене батырып, қолымызбен батырып аламыз. Осылай үстінен басып алғаннан кейін төменгі жағынан бастап рулет ораймыз және осыны пергамент төселген противеньге орналастырып, өрілген форма шығаратын боламыз.
Қамырды пергаментке орналастырып алдық. Енді өткір пышақпен дәл ортасынан төменгі жағынан бастап кесіп шығатын боламыз және осыларды екі жағын айқастыра отырып өрілген форма шығарамыз. Әрі қарай дәл видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Видеоны мұқият қараңыздар. Формамыз осындай өрілген әдемі болып шығады. Енді осының бетін жауып 10-15 минутқа тағы бөлме температурасында қалдырамыз. Сол кезде ол объемын тағы да кішкене үлкейтетін болады. 15 минуттан кейін алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскеннен кейін суытып аламыз және суығаннан кейін бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Не болмаса дәл осы күйінде ұсынсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Достар, видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және міндетті түрде жасап, комментарийда нәтижесімен бөлісе отырыңыздар. Баршаңызға ас болсын.